Сәлем достар, сіздермен бірге Еврокино арнасы. Бүгін мен сіздерге 2006 жылы шыққан Пешевая овца фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Фильмнің басы Генри дейтін кішкентай баладан басталады. Ол өз ағасын іздеп жүріп қораға келеді. Қораға келгенде жерде жатқан қанды көріп қорқады, және де оның ағасы інісін қой арқылы қорқытады. Арадан 15 жыл өткен соң Генри өсіп, оның бойында овцофобия деген ауру пайда болады. Яғни айтқанда қойлардан қорқады. Бұл ауру оның бойында ағасы қорқытқаннан кейін пайда болды. Генри ауылын сағынып өз үйіне келеді. Ол жерде әжесі алдынан күтіп алады. Сцена ағасына аударылады. Адамдарға өзінің жаңа қойын шығарып, адамдарды таңғалдырғысы келеді. Осылай өзін әлемге танытқысы да келді. Бұл жаңағы Дадли дейтін ағасының лабораториясы. Сцена осы екі ұрлықшыға түседі. Бұлар жаңағы Дадлидің лабораториясына қарсы шығып жүрген адамдар. Ұрлықшылардың бірі өз ойын іске асырмақшы болып лабораториядан шыққан қойдың теріс рецептін алып кетеді. Бұны байқап қойған докторлар артынан қуа жөнеледі. Жаңағы ұрлықшы докторлардан қашып жүріп рецепті сындырып алады. Оның ішінен зомби қозы шығып ауруларды тарата бастайды. Ол осы ұрлықшының құлағына жарақат қалдырып, оған өзінің ауруын жұқтыртады. Және ол қозы бостандыққа шығады. Және де ол қойлар жүрген маңда маңырайды. Бұл дыбысты естіген бір қой оның қасына барып, иіскелей бастағанда тұмсығынан тістеп алып, оған жарақат қалдырады. Бұл қой жаңағы Генри мен оның көкесінің алдынан шығады. Оны қууға тырысқанымен ол кетпейді. Қойдың мұрнындағы жарақатты байқайды. Осы сәтте бағанағы ұрлықшының қызы бұлардың мылтығын алып оларға тақайды. Менің досымды тауып берсеңдер, сендерді жіберемін деп оларға айтады. Осы сәтте оның досы орманда зомби қойға айналып бара жатыр еді. Олар ақыры досын таппаған соң өздерінің досы Майкқа барады. Майктың үйіне келсе, ол үйінде жоқ, және олардың алдынан жаңағы зомби қозы тістеген қой шығып оларға тап береді. Олар лезде арғы бөлмеге кіріп үлгереді. Сол бөлмеден оның досы Майктың өлігін табады. Қойдың күштілігі соншалықты ол есікті тезе бастайды. Бәрі паника болып оны атып тастайды. Олар зомби қойдың бар екенін біліп ағасының лабораториясына барады. Осы кезде оның қасына бір қой отырады. Бірақ оны зомби қой деп ойламайды. Олар кетіп бара жатқанда бағана қой зомбиға айналады және оның көкесін тістеуге тырысады. Осылай паника болып жатқанда қой оның аяғын тістейді. Ол қойды итеріп шығып артына отырады. Олардың машинасы жардан құламақ болғанда олар лезде секіріп үлгереді. Мынау жаңағы ұрлықшылардың бірі. Бұл уже қойға айналып бара жатыр. Генридің ағасымен кездесіп тұрғанда оның қолына жарақат салады. Сцена осыларға аударылды және олар жаңағы қой тістеген аяғын тексеріп жатқанда оның аяғы қойға айналып бара жатқанын көреді. Олар шок болуда. Енді қойлардың барлығы ауру жұқтырғанын байқаймыз. Олар бұны көріп тез ағасының лабораториясына баруға асығады. Бұл жерде олар қойдың асылып тұрғанын көреді және шок болуда. Арғы беттен докторлар шығып, бұл жерден кетіңдер деп айғайлайды. Бұлар болса кетпейміз деп тұрып алады. Осы сәтте оның ағасы Дадли келеді. Генри оны көріп, бұл ойыңнан қайт деп айтады. Бұлар келіспеушілікке келіп қалып, інісін атайын деп жатқанда олар қашып кетеді. Ағасының ойынан қайтпайтынын білген Генри не істерін білмей далаға шыққанда оларды бір топ зомби қойлар қуа жөнеледі. Қойлар оларды жегісі келіп өліп бара жатыр және сын бұдан артық шыдай алар емес. Екеуі де сол жерде тұрған өлексе толы тесікке түсіп кетеді. Лабораториядағы докторлар жаңағы көкесін ұстап алып, оның аяғын шешіп қарағанда қойға айналғанын көреді және оны Дадлиге айтқысы келмейді. Олар өздерінің ойлары іске асқанын көріп, өздері жетістікке жеткісі келді. Кадр Генриге ауысады. Бұлар болса әрең дегенде амалын тауып шұңқырдың ішінен шығады және бұлар жаңағы зомби қойға арналған антивирус ойлап табады. Бұл докторлар Генридің көкесіне эксперимент жасай бастайды және ол қойға айналып жатыр. Мынау оның қойға айналған түрі және оған антивирус салып, оны қайтадан адамға айналдырады. Дадли болса ауыл тұрғындарына өз қойлары туралы айтып бастап жатқанда, алыс қырдан барлық зомби қойлар адамдарға шабуыл жасай бастайды.
Дадли қашып бара жатқанда алдынан бір қой шығады, бірақ ол қой оған тиіспейді. Өйткені оның қолын жаңағы вирус жұқтырған ұрлықшы тістегеннен кейін оның қолы тұяққа айналған. Кадр Генри мен әжесіне ауысады. Олар үйге тығылып отыр, ал үйдің айналасы толған зомби қойлар. Генри мен сендерді құтқарамын деп бір жерге кетеді. Ол барлығын ойдағыдай істеп жатқанда, оның артынан зомби қой шабуыл жасайын деп жатқанда, оның көкесі көмекке келіп, ол қойға антивирустық дәріні шашады, және оның інісі ауру екенін біліп, оның да аузына дәрі шашады. Генри не болғанын түсінбей қалады. Бағанағы лабораторияның басшысы Дадли қойлардың арасында қалып өледі. Генри зажигалкамен сол сәтте қорадағы қойлардың бәрін өртеп жібереді. Осылайша фильмнің соңына да жеттік достар. Видео ұнаса арнаға жазылып лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Ера кино арнасы. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.